Алматыда 2 адам кәріс қалдығында уланып өлді. Жетісу базарының жұмысшылары қалдық су жиналатын шұңқырды тазалауға түсіпті. Бірақ улы газдан екеуі де сонда есінен танып өздігінен шыға алмай қалған. Сол маңдағы саудагерлер олардың нәжіс толы құлдыққа еш жабдықсыз түскендерін айтуда. Қауіпсіздік шараларының не үшін сақталмағанына базар басшылығы жауап бере алмады. Тілшіміз Нұртілеу Жылқышбай толықтырсын. Оқиға міне дәл осы жерде болды. Базардың 2 қызметкері күні кеше кешкі 5-терге таман мына кәріз құдығын тазалауға кіріседі. Төмен қарай алғашында біреуі түсіпті, бірақ көпке ұзамай улы газдан есінен танып құлаған. Екіншісі көмекке ұмтылғанымен ол да сонда талып қалған. Екеуінің нәжіс толы шұңқырда жатқанын сол маңдағы саудагерлер көрген. 10 минуттай алысып әзер шығарыпты. Алғашында демі болғанымен көпке ұзамай жан тапсырған. Өзім бірінші көмек көрсеттім. Екеуінің де жүрегіне массаж жасадым скорый келгенге дейін. Енді екеуіне кезек-кезек жүріп, енді артынан үзіліп кетті. Бастықтары тазала деген, тазалауға келген. Бірақ ол тазалауға келгенде олар да қауіпсіздікті сақтамаған, бастықтары да сақтамаған. Ол жерге қандай жағдайда да жұмысшының аузына респиратор алып беру керек еді, ол жерде тұншығып қалу қауіпсіздігі бар. Тайып кетіп құлау қауіпсіздігі бар. Ана қауіпсіздік белдігін алып беру керек еді. Марқұмдардың бірі 55-те, екіншісі 44 жаста. Кішісінің артында жұбайы мен 8 баласы қалды. 9-шысына жүкті екен. Қазір осы қайғылы оқиға бойынша полицейлер тергеу жүргізіп жатыр. Аталмыш дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 156 бабының 4-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Яғни еңбек қорғау тәртібін бұзу деректері бойынша қазіргі таңда Түрксіб аудандық полиция басқармасында арнайы тергеу тобы құрылды. Қол астындағы қызметкерлерінің кәріз құдығына неге қорғаныш құралдарынсыз түскенін базар басшылығынан білгіміз келіп еді, өздерін іздеп жүріп табылмадық. Базардың аумағында жүргенімізге міне 2 сағаттан асты. Әдетте қаумалап бірден келетін күзет мүлде көрінбеді бұл жолы. Ал әкімшілік ғимаратындағы басшылардың есіктері түгел жабық. Келгенімізді олар біледі екен, бірақ жауап беретін ойлары жоқ. Өздері звондады. Потом айттым, осылай біз бүгін болмаймыз деді. Біз бана көмек ретінде ма, как? Кеше случай болды ғой, соған көмек. Жауап бермейміз дей ма сонда камераға? Оның білмеймін. Қайғылы жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Сараптаманың қорытындысынан кейін ақ-қарасы анықталады. 2 адамның өліміне әкелген еңбекті қорғау қағидаларын бұзу бабына сәйкес жауаптылар 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Нұртілеу Жылқышбай, Қайрат Зейбеков, Мирлан Әзімбай, КТК, Алматы.